Ал осыдан тура бір жыл бұрын 2019 жылдың 19 наурызында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы өз еркімен мемлекет басшысы өкілеттігін тоқтатты. Жалпы жаһан тарихында Шарль де Голль, Ли Куан Ю, Махатхир Мұхаммед сынды ел басқарған мемлекет қайраткерлерінің өз лауазымдарынан бас тартқаны бар. Осы ретте Нұрсұлтан Назарбаев әйгілі саясаткер Черчилльдің айтқанын еске салады. Ол билікті беру оны алғаннан әлде қайда жағымды деген екен. Бірақ билікті табыстау жағымды ғана емес, жауапты да миссия. Елбасының алдында саясаттағы сабақтастығын анықтау ғана емес, тұтас ұлттың тағдырын табыстау тұрған еді. Гүлжан Марқабаева рет-ретімен. Мен Қазақстан Республикасының президенті ретінде өкілеттігімді тоқтату жөнінде шешім қабылдадым. 19 наурыз 2019 жыл сағат тілі тура 19:00. Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына үндеуі. Әдеттегідей құрметті қазақстандықтар деп басталған үндеудің саяси салмағын халық әрине оған дейін білген жоқ. Тосын шешім тосыр қалған жұрт, бірақ елбасының бұл жолы да қателеспеген уақыт көрсетті. Тарих көші тоқтамайды, осылайша биліктің ауысуы секілді күрделі процесті өткізгенімізге бүгін тура бір жыл. Елбасы Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев принял очень такое важное историческое решение. Бұл сөзсіз маңызды һәм тарихи шешім болатын. Қазақстан өткен жылдың наурызынан бастап дамуының жаңа кезеңін бастады деуге әбден болады. Бұл ретте Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен Қазақстанның ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарынан, сабақтастық салтынатынан ауытқымайды. Бұл дұрыс жол, бұл дұрыс бағыт. 2019 жылдың 19 наурызы ел тарихының ерен белесі. Себебі соңғы жылдары биліктің транзиті тақырыбында үрейімізді қашырып келгендер көп болатын, әрі өзіміздің көзімізбен де көрдік. Көптің те қорқытатын елбасы жақсы біледі. Осыдан 30 жыл бұрында Қазақстан етегін жиып ел болмайды дейтіндер болған. Елбасы елеген жоқ, тұтас ұлттың тағдырына деген жауапкершілікті өз мойнына алды. Сол кезде күмәнданғандар Қазақстанның жолы болғанын қазір жарыса жазып жүр. Надо двигаться вперед, пережить это надо. Вы не думайте, что мы не видим все этих трудностей. Пока не вылезем, не будет инвестиций, не будет денег. Надо выдержать всем нам. Он на самом деле, когда появился, Ол 39 жасында кеңестік Қазақстанның саяси олимпында пайда болған кезде, сол кездегі элита өкілдерінен айтарлықтай ерекшеленетін. Өзінің ісіне сенімді және тек қана міндеттер қойып қана қоймай, сонымен қатар оларды шешуге қол жеткізе алатын ішкі тәуекелі зор адам болды. Егер маған Нұрсұлтан Назарбаевты екі ғана сөзбен сипаттап бер десе, ол жасампаз адам дер едім. Және менің ойымша Қазақстанға жаппай дағдарыс кезінде, өзгерістер өткелінде, қатыгездік дәуірінде, тектоникалық өзгерістер тұсында дәл осындай адамның кездескені, жолының болғаны дер едім. Қазақстан тәуелсіздік қарсаңында қандай белгісіздікте болғанын білем. Сондықтан дәл сол уақытта өз тағдырын осы адамға сеніп тапсырған біздің халқымыздың даналығына бас ием. Құлдыраған экономика, қалжыраған халық, қазір ертегідей ескі көріністер сол кездің шынайылығы болатын. Жаппай жекешелендіру, үздіксіз реформа, Қазақстан өзге елдерден бұрын тұрғын үй, энергетика, қаржы секторында реформалар жүргізді. Мы с вами хорошо знаем, что было сделано за 30 лет. Өткен 30 жылда Нұрсұлтан Әбішұлының қабылдаған шешімдерін, атқарған жұмысын жақсы білеміз. 90-шы жылдардың басындағы тәуелсіздігін енді алған мемлекет. Кеңес одағы ыдыраған кезде бір үзім нанның да болмаған кездерді ұмыту қиын. Барлық сөрелер бос болды. Жалақы, зейнетақы, жәрдемақы жоқ. Осының бәрін қысқа уақыт ішінде жасау, қысқа уақыт ішінде әлемнің дамыған 50 елінің қатарына кірген осындай мемлекетті құру, бұл сөзсіз үлкен еңбек, ұзақ жол. Және оны Қасым-Жомарт Кемелұлы жалғап келе жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев қасына жас, жігерлі жастарды жинады, команда құрды. Шетелдік мамандардың кеңесіне де құлақ. Себебі ол кезде кімнен үйренбек керек еді. Саясаткерлерді Нұрсұлтан Назарбаевтың алыстан көру қасиетте таңғалдырмай қоймайды. Соның бірі болашақ бағдарламасы болатын. Для обучения особо талантливой молодежи за рубежом учреждено 250 стипендий президента. Они выехали на эту учебу. 5000 человек проходят обучение в лучших учебных заведениях многих стран мира. Считаю это самым эффективным вложением средств в будущее нашей страны. елбасының тағы бір жаңағы осындай үлкен еңбектерінің бірі бұл жаңағы біздің жастарды қолдау мәселесі. Қазақстан тәуелсіздік алған кезден басталып, елбасы жаңағы болашақ бағдарламасын ойлап тапқан болатын. Ол арқылы Қазақстандағы жаңағы дарынды, білімді жастарды шетелде оқыту арқылы олардың білімін тереңдетіп, өзімізге қайтып, өз мемлекетіміз пайдасына жарату мәселесі
бастаған болатын. Саясат ғажайыптар әлем емес, мүмкіндіктер алаңы және келісе алу, уағдаласа алу өнері. Және елбасының мұндай шеберлігіне ешкім шүбә келтірмейді. Ол өзінің осы артықшылығын елінің мүддесі үшін жұмсады. Он уже был одним из самых ярких политиков постперестроечного Советского Союза. Нұрсұлтан Назарбаев Кеңес одағының ең жарқын саясаткерлерінің бірі болды. Сол кездің өзінде оған шетелдік көшбасшылар көңіл аударып, батыстың тиісті құрылымдары оның досьесін жинастырды. Сондықтан Маргарет Тэтчер Назарбаев туралы саясатта жаңа жарқырап келе жатқан жұлдыз деп баға беруде кездейсоқтық еместін. Ол сол кездегі ақш президенті Бушпен де, Тұрғыт Озалмен де бірден жақсы қарым-қатынас қалыптастырды. Ол сол кезде Англияның экономикалық элитасын жинап, бізде мұнай бар, не қазір келіңдер, не өзгеге береміз деп өктем айтқаны да бар. Әлемдік бизнестің акулаларымен бұлай мықты адамдар ғана сөйлесе алатын. Ол президенттіктен кетсе де халықпен байланысын үзген жоқ. Бір жыл көп уақыт емес дегенмен, Нұрсұлтан Назарбаев сол бір жылдың ішінде мемлекеттің беделін арттыра түсетін көп келіссөздермен кездесулер өткізді, іс-сапарларға барды. Күні кеше Ресей астанасы Мәскеудегі сапарының жемісті өткені бар. Халықаралық қатынаста да, экономикада өз тәжірибесімен бөлісіп, кеңесін, ақылын аяп қалмады. В принципе, Нурсултан Абишевич имеет очень высокий авторитет. Нұрсұлтан Әбішұлының халықаралық сахнадағы беделі зор. Елбасы қазірде белсенді жұмыс атқаруда. Бүгінгі таңда Нұрсұлтан Назарбаевты аймақтық халықаралық қауіпсіздік жүйесінің және орталық Азиядағы көпжақты қарым-қатынастардың көпшілік мойындаған ақсақалы деп айтуға болады. Ішкі саяси бағытта да, сыртқы саясатта да сабақтастық бар. Кез келген ұлттың өз тарихы, жетістігі болады, және сол жетістікті өз ішінен шыққан перзентінің есіміне телейтін әдепкі әдеті бар. Түріктер Ататүрікті, орыстар Бірінші Петрді, Америка Рузвельтті, Сингапур, Ли Куан Ю сияқты қайраткерлерін ұмытпайды. Сол секілді Нұрсұлтан Назарбаевтың да есімі қазақ ұлтының жетістігімен қоса жазылатын болады. Мұны тарихи шындық десек те, әділдік десек те жарасады дейді бүгін біз тілдескен тұлғалар.